Мен кейде ойлаймын, адам өміріндегі ең үлкен сынақ бөтен адамдардың ойы емес, жақындардың күмәні шығар. Өз жүрегіммен жақсы көріп қосылған күйеуімнің отбасымен алғашқы танысқан күннен-ақ бір нәрсенің дұрыс еместігін сезгем. Бірақ ол кезде махаббат бәрін жеңеді деп ойлайтынмын. Мынандай болады деп кім ойлаған? Күйеуіммен танысқаннан кейін ол мені үйіне апарып ата-анасымен таныстырды. Есіктен енген бойда енемнің көзқарасын көрдім. Жоғарыдан төмен қарай бір шолып өтті де қалдықтай жымиып қойды. Осы ма? Деді ол күйеуіме қатты да емес, бірақ мен еститіндей етіп. Я, мама, осы, деді ол жай ғана. Сол кезде бір түрлі салқын леп тұрғандай болып кетті. Шай ішіп отырған кезде де мені сұрақтың астына алды. Қайданмын, ата-анам кім, жұмысың қандай, айлығың қанша, оқу бітіргенсің бе, неше бөлмелі үйде тұрасың? Құдды бір мен емес, банкке несие сұрап келген адам сияқтымын. Бірақ күйеуім қолымды үстел астынан ұстап, уайымдама дегенде қысып қойды. Сол үшін үндемей отыра бердім. Үйленген күннің өзінде енемнің көзінде қуаныштан гөрі күмән көп болды. Бірақ мен бәрін елемедім. Күйеуімнің, олар сен таниды, уақыт өте, бәрі жақсы болады деген сөзіне сендім. Бірінші жыл жаман өткен жоқ, бірақ жақсы деген сырт көзге ғана. Іштей болса біраз ауыр сәттер болды. Енем әр келген сайын бір салқын сөйлем табатын. Жүрген жерінде ұн-тұз шашып кететін сияқтысың. Тамақ пісіруді енді үйреніп жүрсің бе? Біздің үйдің деңгейіне жету қиын енді. Басын шайқап, тіліп түсетін сөздерін айта салып, өзіне риза болып отыратын. Күйеуім кейде еститін, кейде естімегендей болатын. Мамам ондайды жаман ниетпен айтпайды дейтін. Оның әр айтқан сөзі мені кішкене жаралай берді. Бірақ ажырасып кету ойымның түбінде де болған жоқ. Махаббат бар еді, сенім бар еді. Күйеуімнің өзі басқа еді. Мәселе отбасында болды. Бір жолы енем бізге келіпті. Мен дәлізде аяқ киімімді шешіп жатыр едім. Есіктің ар жағындағы әңгімелер анық естіліп тұр. Айтам ғой бала, бұл ұзаққа бармайды дейді енем. Мама, қойсаңызшы. Жоқ, сен менің айтқанымды тыңда. Бұрынғы қыздарыңды көрсем, бәрі сенмен тең болатын. Ал мынау сенен кейін қалып қойған сияқты. Жүрегім бір сәтте тоқтап қалғандай болды. Есіктен кірейін десем, әңгіме тоқтап қалатыны белгілі. Кірмейін десем, одан да құлағым үзбей тыңдады. Бәрін уақыт көрсетеді, деді күйеуім жай ғана. Оның үнінде мені қорғағандай қаттылық болмады. Тіпті шаршаған сияқты. Сол түні ұйықтап жатқанда көзім жасқа толып жаттым. Бірақ күйеуіме айтпадым. Өйткені ол тағы да қойшы мән берме дерін білдім. Жұмыс іздеп жүрген кезіміз еді. Күйеуім бір жаңа бастама ашып, соған жоспар жазып жүрді. Үйде шашылып жатқан қағаздар көп болатын. Бір күні заттарын жинап жүріп, үстелдің тартпасынан бір дәптер тауып алдым. Оны алғашқыда жұмыс дәптері шығар деп ойладым. Бірақ ішін ашқанда, жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Дәптердің алғашқы бетінде өмір жоспары 3 жыл деп жазылған. Астында тармақтар: 1. Үйлену, 2. 1-2 жыл бірге тұру, 3. Ұрыс-керіс арқылы алыстау, 4. Ажырасу, 5. Балам болса өзіме қалдыру, 6. Мүлкін өз атында қалдыру жолдарын қарастыру. Тізімнің жанында ұсақ түйек жазбалар. Шешем дұрыс айтты. Ол менің деңгейімде емес. Бірге өмір сүріп үйренсін, бірақ болашағымды басқа адаммен елестетем. Жер аяқ астынан жоқ болып кеткендей болды. Бұл сөздерді басқа біреу жазып берсе де қанша ауыр болар еді. Ал оны дәл өзім жақсы көрген адамның дәптерінен оқығанда, бәрі күл талқан болды. Тізімнің жанында бір күнделік тәрізді жазба бар екен. Ол жақсы адам, бірақ ұзаққа бармайтынымызды білем. Мамам дұрыс айтады, бұл тек уақытша. Өзіме де, оған да үйренісу кезеңі сияқты. Кейін бәрі орнына келеді. Осыны оқығанда жүрегім шаншып кетті.
Уақытша депті. Мен оның әйелімін деп жүргенімде, ол үшін бәрі уақытша ғана екен. Бөлмеде отырып қалдым. Тізем дірілдеп кетіпті. Қолымнан дәптер түсіп, беттері ашылып жерге шашылды. Қайта жинауға да шамам жоқ. Күйеуім есіктен кіргенде жылаған даусынан шошып кеткен сияқты. Не болды? Мынаны, дедім, дәптердің бір бетін көтеріп. Ол бір сәтке тып-тыныш болып қалды. Ниетсіз жалтарудың да, жалған түсінбеудің де қажеті жоқ еді. Бәрі анық көрініп тұр. Көздермен мен емес, жерді қарады. Ол жай жоспар еді, деді ақыры. Жай ма? Мен оны сенмен таныспай тұрғанда жазғанмын. Бірақ ұялмай, біздің үйленгеніміздің жанына галочка қойып қойыпсың. Кеудемнен ыңыранып шыққан дауыс өзіме таныс емес еді. Арадағы сенім бір секундта үзіліп түсті. Ол отырып алып ұзақ сөйледі. Анасынан қысым көргенін, бұрынғы қарым-қатынастардағы мәселелерді, қорқыныштарын. Бірақ мен не тыңдап отырғанымды түсінбедім. Оған бәрі ақталу, маған бәрі сатқындық болып естілді. 3 күн бойы сөйлеспедік. Оның қайда барғанын, не істегенін сұрамадым. Басыма келетін ой тек біреу. Мені шынымен сүйген бе? Әлде мен оның бір тармағы ғана болдым ба? Енем сол күндері қоңырау соқты. Телефонды көтермедім. Оның даусын естуге шамам болмады. Жаным тек тыныштық сұрады. 4-ші күні ол өздігінен келіп, сені жоғалтқым келмейді, деді. Мен оған ұзақ қарадым. Оның көзінде шынайылық бар сияқты. Бірақ ол шынайылық кешікті. Сенімге келмейтін нәрсе бар, ол уақытында айтылмаған шындық. Сен маған жоспесар емес, махаббат керек екенін білесің бе? Дедім ақыры. Ол басын изеді. Соңғы шешімді сен айт, деді ол. Қалсаң, бәрін өзгертуге дайынмын. Жоқ десең, мен де түсінем. Өмірімде ең ауыр шешімді дәл сол минутта қабылдадым. Мен кетем. Өйткені менің орным уақытша тізімде емес. Ол ештеңе демеді, тек есікке дейін үнсіз шығарып салды. Екеуміз де біліп тұрдық. Бұл соңғы рет қарауымыз. Кеткен күнімнен бастап жүрегім ауырып жүрді. Бірақ бір ай өткен соң өзімнің дұрыс шешім қабылдағанымды түсіндім. Өйткені ешқашан өз қадіріңді біреудің жоспарына ауыстырып қоюға болмайды екен. Уақыт өте бәрі жазылады. Ал жараным орны да сабақ. Сол оқиғадан кейін мен бір ақиқатты түсіндім. Махаббат жоспар емес. Оны алдын ала өлшеп, болжап, кесте құрып болмайды. Ол жүрекпен келеді, жүрекпен қалады. Егер жүректен болмаса, ондай байланыс бәрібір ұзаққа бармайды.